12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар ардақты ағайын, эфирде Жансусар және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонағымыз жарқын таңдарым да, антым арманым да, ғасырлармен жалғасқан тағдырымыз ән дастан, жері ата бабамның, жаса менің отаным деп жырлайтын ақын ағамыз Қасқырбай Нарбатыр. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Сұхбатқа дайынсыз ба? Барлығына шүкір. Туған жерден жырақтамай-ақ әдебиет әлемінде соны соқпақ салдыңыз. Өзіңіздің үніңіз бар. Саркемерде жатып-ақ сайын даланы қазақтың жырымен тербеп келесіз. Қазір не жазып жүрсіз? Сиректі осы өлең жазып жүрміз. Ал енді өзімнің жұмысыма байланысты, өзімнің қызметіме байланысты өлеңдер керек болып қалады. Оны жол жөнекей шығара береміз. Ол бірақ өлеңге жатпайды негізі. Өлең дегенде бір алтын балық сияқты. Анда-санда қармағыңа білінеді. Енді дұрыс өлең жазсаң төбің көкке жеткендей, сонымен бір шыма мәз болып қаласың. Енді көрген баққаның осы өлең болып келе жатқаннан кейінгі жерде, сол өлеңнің дұрыс жазылуына, дұрыс шығуына қатты мүдделісің ғой. Ол сенің өмірің тағдыр. Саркемерде жатып-ақ қазақтың сайын даласын жырмен тербетіп келесіз. Осы туған жерге арналған тамаша туындыңызды оқып берсеңіз. Саркемер дегеннен кейінгі жерде Саркемер туралы өлеңдерім бар, әндерім бар. Саркемер сар даламның сырсандығы, өзінде өскен елмен бір тағдыры. Киесін сезген сайын өмірге бұл адамның арты бермек іңкәрлігі деп туған елге соншалықты шынын айтқанда қарыздар. Шын мәнінде туған елдің үмітін ақтауға мартып жанталасып жүрсін. Ал енді туған жер тақырыбына бір өлең оқып берейін. Бұл жалпы қазақ еліне, жалпы жұртымызға дейін. Таудағы әсер. Тауға шықтым тән ғажап, көз салмаққа төменге, сұлулық көрдім сан ғажап, сурет бе әлде өлең бе? Айнала жасыл көрпедей көктемнің иісі аңқыған, қызғалдақ ол не өртемей даланы тұтас шарпыған. Мал толы әрбел кезеңде алаптың солғой ажары, бұрала аққан өзенде шулаған құстың базары. Өңірге осы қосқан өң, талдарақ келіп сәніне, ұштасып жатыр аспанмен, көз жетер жердің бәрі де. Тербелген жылы самалмен, көз тұнар шетсіз егіннен, елжіреп кетіп далаңмен, ұлысың елім дедім мен. Қазағым жаса дедім мен, кеңірдек кіре айғайлап, кетпесін ырыс төріңнен. Бұл өзі біткен қандай бақ, елжірей және батылдау, тіледім тілек недесте, жаратқанға жақындау, биікте тұрмын емес пе? Алыста ақтам ауылдар, соларға енші бұл мекен, төменде жүрген бауырлар мен де көріп тұр мекен. Бәрекелді. Шайырлар жазған ғазалдың шайылып кетпес серті бар депсіз өз өлеңіңізде. Өлеңді қару ретінде пайдаланған кездеріңіз болды ма? Қару демесек те әйтеуір өзім үшін бір қызмет етіп жіберген жерлерін айтып өтейінші. 9 сыныпта оқып жүргенімде қазақ тілі әдебиет пәнінен беретін мұғаліміміз Ыбырай Алтынсарин туралы шығарма жазу керегін тапсырма қылды. Бәріміз отырмыз сыныптастар. Дайындалмай кеппін. Отырма айнала төңірек бүктеніп батыр ғой енді. Содан әйтеуір бір нәрсе жазу керек болды. Дәптерімнің бірінші бетіне былай деп жаздым. Жазайын десем Ыбырайды, сөйлем жан-жаққа ыдырайды. Ішінде түгіді жоқ мына дәптер, елестеттер екі деген сұмырайды деп. Сол 9 класста жазып қойған бір нәрсе. Содан не керек, әпкелеріміз дәптерлерді жинап алып кетіп, кейіннен кіріп келді. Бір-екі күннен кейін. Жаңалық бар деді, менің ішім қылп ете қалды жаңалық мен туралы екен. Қазір сендерге Қасқырбайдың шығармасын оқып берейін деп. Оқып берді, күллі класс ду өтіп келді. Мен ешкімге айтқан жоқ.
не қыламыз енді бұған, қанша қоямыз деп әпкейміз оқушыларға. Барлығы келісіп алғандай 5 деді. Мінекей мені бір құтқарып жіберген. Әйтеуір 5 қоймағанмен сол жерде 2 қоймады ау. Осы жерде бір құтылғаным бар. Енді бұл қару есебінде қолданған түсім еді демеймін. Бұдан да өзге. Әлгі ол кезде біз баламыз 3 айға жазғы каникулда шөпке шығамыз. Шөпшілермен бірге еңбек етеміз. Сонда совхоз директорлерінің жасаған азды көпті жаңағы қиянаты дейміз ба, әлгі айдаладағы шөпшілерге жағдай жасамағаннан кейінгі жерде ауылдың қонған жері Қожабазда, ішіміз толып кетті өкпе назға деп бір өлең шығарып. Сонымен не керек, шөпшілердің ортасына директор келді. Сонда мені айналамда тұрған жаңағы механизаторлар, басқалар кішкене дем беріп, ал енді осы директорға оқып берші деді ойлар. Мен оқып бердім, директорымыз әжептәуір ашуланып қалды. Бірақ есесіне ертеңінде жағдай жақсарып кетті ғой, жақсарып. Күллі жаңағы шөпшілердің кішкене жағдайына қарап, артымыздан адам іздеп келіп, 1,5 газет журнал алып келіп, содан кейін тамаққа да басқаша бір мал алып келіп, көзімізше сойып, сондай да бір нәрсе болды. Енді сол жердегіні қалай деп айту керек. Жаңағы бұны әрине өзімнің білгенімнен шығардым демеймін. Өйткені ана кісілердің айтуымен болды. Сенің өлеңдерің аудандық газетке, облыстық газетке шығып жүр. Сен жазбайсың ма мынандай? Қазір жеп отырғаның не, ішіп отырғаның не? Соны жаз деп. Сонымен олар енді айдап салды деп айтпаймын. Олардың негізгі ішіндегі ойды мүмкіндігінше мен солайша жеткізгенім бар. Есігім алды қаратал, қарайған жанды тіршілік. Қаратал маған парапар, күз сайын тұрар күрсініп депсіз өз өлеңіңізде. Көп күрсінесіз бе? Менің өзім туған айым қараша айы. Соның кейін осы қарашада қалай екенін білмеймін енді. Бұл да бір тылсым нәрсе шығар. Басқа айлардан көрі қараша айында кішкене өлең жазып қалам. Қараша айында бұйырып қалады сондай бір жақсылық. Сондықтан қарашаны өзім жақсы көрем. Қараша келе жатқан кезде өзім қуана бастаймын. Осы қарашадан мен нелі керек екен, осы қараша немен қуантар екен деп мысалы. Енді барлығы да Алланың қолында ғой. Десе де есігім алды қаратал, қарайған жанды тіршілік. Қаратал маған парапар, күз сайын тұрар күрсініп. Қайран жаз қызық дәурені жапырақпен ұшты бұл бір шын. Мен құса болды әрнені ойлайтын шығар кім білсін. Менікі алғи жоқ қарау, ал оған уайым әлі қыс. Көктемге дейін көп барау, біздерге ортақ сағыныш. Қараша айы қаратал, құсастау болдық неден біз, тарылтып барып таң атар, арғы бір жағын көрерміз. Тамаша, керемет өлең. Елдегі қандай жағдай сізді алаңдатады аға? Елдегі жағдайға бір кісідей мен де алаңдаймын. Расында, елдегі жағдай. Енді дәл қазіргі күнмен қарағанда мен уайым балалардың барлығы қазір сырттай оқуға шықты. Үйде. Енді телефон, мынау қазіргі технология дейміз ба, қазіргі заманға осы жабдықтармен мүмкіндігінше олар қамтамасыз етілді. Осылардың сабағы осылай болып жатыр деп жатырмыз. Ал енді соған бір жола тәуелді болып қалмай ма? Үлкен деген біздердің өзімізді телефонға көп қарағыштап жатырмыз. Ал енді балалардың санасына ол оңай кіріп, балаларды оңай улап жатқан сөз. Ертеңгі күні ол саналы қайқы бар екен деп ойлаймын. Мінекей менің қазіргі енді жалғыз мен емес, көпшіліктің уайымы осы. Және мен көпшіліктен асып, өзімше бір тағды уайым тауып алып жатқаным жоқ. Жалпы біздің Қазақстан бойынша қазақша сөйлеп жатырсың. Жатса елдің бәрі. Қазақша ана тілімізде бәрі аңқылдап тұрса, мінекей осы туралы да көп ойлайсың. Соның кейін шынын айтқанда, бала тәрбиесі басқа деген. Енді қай нәрсеге де болса алаңдайсың, ой жібересің. Былайша айтқанда, өз даусыңды әйтеуір 1,5 баспаға айтып білдіресің. Мынандай болса екен, мынандай болса екен. Тағдырға өкпе артуға бола ма? Тағдырға?
тағдыр дегеніңіз не? Бұл енді Алланың ісі ғой. Өлең сөздің патшасы деп тағы өлеңіңізге кезек берсек. Бұл жерде жаңа қараша деп қалдым ғой, соның бен қараша дегенде. Қараша сайын мұңайып та тұрамын. Ал енді мұның өзі мен үшін өлең болып кеткен ғой. Қараша мынау жапырағы тозған талдардың түзден өңді қызық қашқанын аңдарғым. Көзімді менің көріксіз дала шаршатты, өзімді ненің сәнімен енді алдармын. Адырда сонау сабыла ұшқан ебелек, санамды жарға соғады тынбай желерек. Тіктелмей бойдың тұтқыны мұңның болғанай, түк білмей қойдым жаныма менің не керек. Күз сайын осы сарғаямын кеп санамен, жүрек қайдан сағынышқа бір табар ем, қайтқан құстың мұңыма екен қап қойған қарашаның қабағындағы қара өлең. Тамаша. Қарапайым адамдарға өлеңді қалай жазылатыны қызық болып табылады ақындардың. Сізге өлең қалай келеді? Не әсер етеді? Мына тақырыпқа өлең жазайыншы деген емеспін, әйтеуір сәтіне қарай бір ойлар келеді. Сол ойды індетіп қаза бересің ғой. Қаза бересің, содан ақыр аяғында өлең шығады. Енді бір толғантып жүрген мәселелер кейде өлеңге арқау болады. Сол енді сол өзгелерде өзімді толғантқан, өзімді таңдантқан нәрселерге ой бөлемін. Соны енді өлең болып шығып жатса, жағдайға қарай ол жақсы. Бойыңыздағы ақындық қасиет балаларыңызға қонған ба? Бұл жерде әйтеуір ақындық қонбағанмен өнерсіз емес. Менің ұлым Камал деген жігіт консерваторияда дарынды әнші, қазақтың белгілі керней көймей әншісі Қайрат Байбосыновтың класында дәстүрлі ән бойынша оқып шыққан. Ол енді дәстүрлі әнші. Арқа әндерін, жетісу әндерін, батыс әуендерінен ән салып отырады. Негізі үлкен өнер ұжымдарында ән салып осы өнерімен көрініп қалған азамат. Мен айтуым керек, ол 2 рет республикалық дәстүрлі әндер конкурсында жүлдегер болғанда лауреат атағы бар. Мінекей осындай. Ал енді қыздарының негізі, менде бір ұл 4 қыз. Қыздарының негізі дауыстары бар әрқайсысы. Оған шынын айтқанда, ән салатын адам үйден шығып отыр ғой, енді қалғандар ән салмай қойды. Бәріміз ән салып жүреміз бе дедік. Ал енді бұлай 1,5 сөз құрап, шығарма жазу бірдеңе, тағы да сол сияқтылда әдебиетке үлкен үлес қосып жібермегенмен өзімдік әйтеуір білетіні бар балалар, енді мен балаларым деп айтайын. Біреу жарым. Ал қалғандары не? Барлығы бірдей жаңағыдай ойлы озат болып кетпейді ғой. Өздерінің шаңырағымен өздері. Пайғамбар жасына жеткен шақта өмірден не түйдіңіз? Өмірден не түйдім? Көбінде осы өзім сүріп өткен өмірдің мағынасын іздеймін. Бір жақсы сәттерін ойластырамын. Соған кішкене көңілім тола түседі. Кейбір кезде әрине өзіңе көңілім толмай. Өзімді өзім жек көріп отырмын. Бұл да мен жасыратын әңгіме. Өзіме көңілім толмаған кездер азаптанып қаласың. Өзіңді өзің жек көру деген әркім басында бар ма екен, жоқ па екен, ондай әркімнен сұрай бермесін. Мен енді осы бір жасқа келгенше дегенде 1,5 жақсы жайсаң азаматтармен бір сыйластықта жүргеніме, солармен тіл табыса алып, мысалы, жақсы бір достыққа қол жеткізгеніме, мысалы, аға мен әне деген сияқты жақсы бір бауырластыққа, мысалы, ие болғаныма өзімді қуанышты санаймын. Айталық, Есенқұл Жақыпбекпен жата жастан әңгімелесі, көп сырласып. Өтте жайсаң, мінез жібектей, сондай бір аяулы ақын. Мен ол кісіге бір өлең арнадым. Өмірден өтіп кетті ғой, өзің білесің. Нұрша Қашағановтың туған бауырындай өмір сүрдік. 86 жылы, 1986 жылы біздің Байзақ ауданының
Көкөзек деген ауылында, Суханбай ауылында той болды, жастардың үйлену тойы болды. Сол тойға мен тамадалыққа шақырды. Бір кездер мен тамада болғам. Енді оны қалай қойғанды соған әңгіме келе жатыр. Сонымен не керек? Жамалбек деген бір азамат бар. Қолы алтын, өте шебер, әсіресе техника жөндеуге алдына адам салмайтын. Сондай бір. Сол кісі сол 80-ші жылдардың өзінде мына Жамбыл қаласында машина жөндеумен айланысқан ғой. Сол кісіге бір күні біреу келеді ғой, москвичін көрсетеді. Жөндеп береді. Ал енді ақыңды беріп қойайын. Нешегі атың кім дегенде ол атын айтады. Менің атым Шәмші Қалдаяқов деген ағаң болам дейді. О, Шәмші аға сіз ба? Шәкенің ұсынайын, Шәмші ағамыздың ұсынайын деп тұрған ақшасына. Алыңыз, маған көрсетпеңіз, бірақ келіп тұрыңыз дейді ғой. Маған келіп тұрыңыз. Қай жерінен дыбыс шығып қалады, бірден маған келіңіз, жетіңіз. Деп. Сонымен Шәмші аға келіп тұрады, ол жөндеп беріп тұрады. Сөйте айтады ғой. Ай, Жамалбек ай, тек менен бір ретте алмадың ғой осы. Еңбек ақың десе. Шәмші аға, қайта сіздің әр келгеніңізге мен төлеп тұрсам жарасып тұрар еді. Сіз қазақтағы біреу ақсыз ғой деп. Сөйтіп Шәмші ағаны айтады. Бірақ айтады, Шәмші аға, жақында менің інімнің тойы болайын деп жатыр. Соған қатысасыз ба? Сізбен бір мақтанайын деп едім дейді. Расын айтып отыр ғой. Сонымен Шәмші Қалдаяқов деп. Соны маған айтты, Шәмші ағамыз келіп отыр деді. Ана стол бойында отыр. О кезде білесіз, столдар ұзыннан үш қатар стол, ауыл елдері, құда жігжат бәрі отыр. Содан не керек? Алғаш енді мен Шәмші аға отыр дегеннен кейін бұрынғы ма менің тек жауапкершілігім одан сайын артып, жаңағы жақсы сөйлеуге, жұртқа енді жарқыратып, өз мінезімді бір көрсетіп қоюға барынша тырыстым ау. Солай да болып шықты өз негізі, жаман да тамада болған жоқ. Со бір бастауым да тәуір болды, содан не керек? Көпшілікке айттым. Мына біздің ортамызда кім отырғанын білесіздер ме дейін. Қазақтың белгілі композиторы Шәмші ағамыз отыр, Қалдаяқов деп. Елдің бәрі жан жаққа қарап, қай жақта деп барлығы да бастарын бұрып іздеп жатты. Шәмші аға, мына халқыңызға тұрып көрініп қойсаңыз деп сұраныс жасады. Шәмші аға орнынан тұрған кезде елдің бәрі қосыла тұрды ғой. Елдің о кездегі ықыласы, өнер адамына деген қошемет. Әрине Шәмші аға орын ойып алған адам елді елең еткізбей тұра ма? Соның Шәмші ағаны ортаға шақырдық. Сонда қараңызшы, мына жұрт сол тұрған күйінде Шәмші ағаның екі әнін айтты. Біреусі қайықта, біреусі арыс жағасында. Сол кезде Шәмші аға елжіреді, мен көзіне кілкілдеп жас келгенін көрдім. Мен сол кезде одан сайын тебірендім. Мынандай мықты кісі кішкене қобалжыдау, шынын айтқан тебірендау деп ойладым. Сонымен не керек? Шәмші ағамыз өз сөзін жақсы тілегін айтып, халыққа деген ықыласы тек арқа-жарқа шашылып. Керемет. Елді жақсы көретін бір-екі ауыз сөзбен ақ білдіріп, ел деген Шәмші ағаны жақсы көретіндігін білдіріп, жапыр-жұпыр келіп, қолына алып, енді көп. Содан не керек? Той сондай бір жақсы өтіп жатты. Антрактыға шыққан кезде жаңа той егесі Шәмші ағаны және мені қасына қосып үйге шақырды, үйдің ішіне. Үйдің ішінде осындай дастархан жайған Шәмші ағамен екеуміз отырдық. Ал бала, сөзің дұрыс шығып жатты. Мен сенің сөзіңе кішкене ырзалығын білдіріп қояйын, айналайын. Немен айланысасың деді. Мен жұмысшым, трактор айдаймын осындай жерде. Бірақ өлең шығарам деді. Өлең шығарам дейсің бе? Кәні бір-екі өлең оқышы деді. Бір-екі өлең оқып берін, сөйтем, ай сен дұрыс екен өлеңдерің деп мені қуаттап. Сол жерде сонымен екеуміз шай іштік, кішкене дәм таттық. Соның кейін тағы да бір-екі ауыз сөзін айтты. Оның сөзі сондай жылы маған,
сондай бір жақсы тиіп жатты. Содан не керек? Мен ол жерде Шәмші сәл мақтаныңқырап, сіздің ана әніңізде, қайықтарында, ананы барлық әндеріңізді білемін деп те жібердім. Сонымен не керек? Шәмші ағамыз енді қайтатын болды. Содан халыққа мен жарияладым. Ел өзімен өзі болып, би билеп жатқан кезде микрофонды алып, ал ағайын, Шәмші ағамыз мінекей елімізге бір келіп еді, енді қайтайын деп жатыр дедім. Сөйтем елдің барлығы кәдімгі құдасын шығарып салғанда елдің бәрі биді жиыстырып, Шәмші ағаны ортаға алып соны шығарды. Содан кейін арада әлденеше жылдар өтті. 92 жылы Шәмші ағамыз қайтты өмірден. Арада тағы бірнеше жылдар өткенде Шәмші Қалдаяқов ағамыз мен түсіме кірді. Секундтар ашейін. Айтпақшы, тойдан қайтарда мені арқамнан қағып, бетінен сүйді. Жақсы бала екенсің деді. Осыдан кейін өмір өте берді. Шәмші ағаны мен түсімде көргенімде ол кісі айтты. Бала, сен не істеп жүрсің деді. Баяғыдай той-тойлап жүрсің ба деді. Сен жұмыс істе деді. Басқа еш нәрсе деді. Бол, ертеңінде ояндым. Қандай түс болды екен деді. Содан бірте-бірте осы түс ойыма қайта-қайта түсе береді. Содан кейін мен той басқарғанды бірте-бірте қоя бастадым. Шынын айтқанда осы асаба болмай-ақ ауқатын тауып жүргендер бар ғой осы. Оның үстіне енді тамадалық не? Ол да бір кәсіптің бір түрі, ол да бір қазаның ас салып отыратын бір кәсіп көзі. Сонымен не керек? Бірте-бірте оны қойып кетті. Мінекей мен бір үлкен кісімен жолықтым деген. Оның кейін енді бірді жалым қазақ классиктерінде амандасып өттік ашейін. Мына кісі екен ғой, мына кісі екен ғой деп. Ал енді олар енді сөйлесе алғым. Мінекей осы өмір. Енді қазіргі жаңағы Серік Ақсұңқарұлы мықты кісі. Өте жақсы қазақтың мықты ақыны. Алдын шептеп жүр. Сол секілді жаңағы бір адамдар. Күләш Ахметова апайымыз ең алғаш маған Қазақстан пионерінде республикалық газетте сәт-сапарды берді. Бір бетіне тола менің өлеңдерім бастырып береді. Есімнен шықпайды, 75-ші жылы. Мінекей осындай. Тамаша естелік болған екен өміріңіздегі тарихи оқиға. Сіздің ақындық қасиетіңізбен қоса жақсы сазгер екеніңізді білеміз. Әнінде сөзінде өзіңіз жазған «Мақтанышым, отаным» деген әніңізді жас әнші Әділет Әбдікерімов орындап жүр. Бейнебаянда түсірген екен. Үзіндісіне назар аударайық. Тауларым мен айбынды дарханда алам, өзен көлім айдынды шалқарға алам. Алтын күн түр нұр шашып көк аспанда, еркіндігім танылар, ел таңбадан. Жарқын таңдарымда, антым арманымда, ғасырлармен жалғасқан тағдырымыз әндастан. Шері баба атаным, жайна менің отаным. Шері баба атаным, жайна менің отаным. Бейнебаянда байқағанымыздай, сіз видеоға түскен екенсіз сонда. Бұл өлеңнің шығу тарихы туралы айтып берсеңіз, идея авторы кім? 91-ші жыл тәуелсіздігіміз жарияланды. Содан кейін осы қиындықтар көбейіп кетті ғой. Сонда өзіміз мынаны місет тұттық негізі. Не бір бұдан да қиын кездерде өткенбіз, біздің қазақ өткен. Сондықтан біз отанымызды қастерлеп, мүмкіндігінше әйтеуір осы тәуелсіздігімізді нығайта береміз. Негізгі ой осындай болды. Содан кейін бұл енді мен Байзақ жері, Сарыкемер деген. Бұл да енді туған елге арналған әндер болғаннан кейін бұл да патриоттыққа жатады. Енді оның шеңберін үлкейтіңкіреп, шынын айтайын, «Мақтанышым, отаным» деген әнді шығардым. Мен енді шығарғанда мен нотадан хабарым жоқ адаммын.
Мен енді ыңылдап жүрем. Бір ыңылдай жүріп, осы бір дыбысты бір дыбысқа қоса жүріп, ақыр аяғында соны қайталай жүріп былай. Енді бұның да біршама жұмыс екендігін сезінем, мысалы. Соның кейін әнім дұрыс болса екен, мағынасы болса екен. Ән дегенде өзі бір сыр айтып тұратын нәрсе болу керек та. Әйтеуір дыбыс екен, бір көркем дыбыс екен деп емес қой, мысалы. Мүмкіндігінше осы айтары болса екен сол дыбыстардың деп естемесін. Енді біреудің шарбағына түсіп кеттім деп ойламаймын. Әнді тек композиторлар шығарсын деп тастай қатып қалған еш нәрсе жоқ. Біздің қазақ о бастан-ақ сал серлікпен даңқы шыққан ел, шынын айтып, сал серлігімен мойындалған ел. Бұрынғы біршан салттарымыз, ақан серлігі, өзімізге жақын. Кенен Әзірбаев деген кісілердің қандай сом алтын дүниелері қазірге бізге азық болып жүр емес пе, сол емес пе. Сондықтан да мен өзіме келген бұл өнерді артық бағам біткен бұл деп ойламаймын. Өзгелердің де солай ойламауын іште қалап отырамын негізі. Маған мақтаныш емес, сазгерде деген аты болса екен деген. Жаман ба, жақсы ма, мысалы, жоғары төменде әйтеуір бір 30-40 әннен бар. Оның ішіндегі таза бір айтылатыны бір 15-і айтылады. Бұл деген маған үлкен жетістік. 15-і тынбай айтылады. Эстрадалық жанр, ішінде дәстүрлік әуендерге жақын әндер бар мысалы. Мінекей осы. Сөз Сәуле Айдарына кезек берсек, сіздің өлеңдеріңіз туралы, шығармашылығыңыз туралы ақын Серік Ақсұңқарұлы өзінің пікірін білдірген екен. Тыңдай отырайық. Жамбылдық ақын Қасқырбай Нарбатырдың шығармашылығымен мен сонау 80-ші жылдардан бері таныс едім. Мыңдаған бояуы көз дарбап, көңілге шуақ ұялатқан қазақ жырына өз үн өзгеше мақамымен келген ақын. Арқадан алыс шалғайда жатқан тараздық ақынның алғашқы аяқ алысынан ақ айрықша ақындық мінезі мен ешкімге ұқсай қоймайтын бөлек қолтаңбасы айқын аңғарылған депті. Айтысқа қалай қарайсыз? Азды көпті айтысқа қатысқан адаммын. Ол енді айтыста мен алғашқы кезеңдерде жетістіктерге де жеттім дейсім болады, арасын айтқанда. Соның кейін енді жұмысыма байланысты, өмірге байланысты бірте-бірте айтыстам. Мен енді айтысқа жаңағы 1,5 шәкірттер дайындадым. Әзімбек Жанқұлиевті, мысалы, бастан аяқ. Сіздің шәкіртіңіз бе? Иә. Ал оның кейін мына кейінгі көрінген балалардан Әсет деген балаға мысалы бірсыпыра жәрдем тиген сияқты. Енді осындай бір ұстазбын деп отырғаным жоқ. Қолымнан не келді, соны мен жәрдемдесе алдым. Сіз ақынсыз, сазгерсіз, асаба болыпсыз, айтыс ақындарын дайындапсыз, ұстаз деуге болады. Ел білмейтін тағы қандай қасиеттеріңіз бар? Құдай берген осы бір өнердің өзінде бір қасиет қой. Шынын айтқанда осының да бір шашпай төкпей, айырылып қалмай осыдан. Осыны аман алып жүріп өтсем, осы қасиеттің өзі аз ба мысалы. Ендеше студияда қайым айтыс жасайық? Көрейік. Студияда қайымдасайық. Ақынның жырлай берсін жан жүрегі, нұр сыйлап өмірінің таңғы лебі. Қоғамға қозғау салып жүретұғын ақындар қашан өзі қалғып еді. Керемет, тамаша. Болашақтан естілсінші сөзіңіз, ғасырдан да ұзақ өмір сүріңіз. Маған жақсы тілек айтқан қарындас, сіз де өмірде аман болғын өзіңіз. Көп рахмет аға. Алла разы болсын. Сізге көп рахмет. Бүгін студиямызға келіп, әдемі әңгіме айтып, әсерлі өлең оқып бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ақын сазгер Қасқырбай Нарбатыр ағамызбен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт те тыныш заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббым нәсіп еткей.